Құрметті ағайын, міне біз Сәуір тауының етегінде тұрмыз. Сәуір тауының биіктігі 500 метр деп айттық. Сондықтан міне күнде шақырайып өте қатты ыстық болып тұр. Сол таудың басына шыққан кезде басымыздан күн өтпеу үшін осындай қол шатырларды арнайы бастарыңызға киіп алсаңыздар болады. Және үстіне шығып бара жатқан кезде міндетті түрде қолдарыңызға осындай суларыңызды алып алыңыздар. Себебі үстінде су табу өте қиын. Табылған жағдайда қымбат бағаға сатады. Және міне мынандай соқтарыңызды алып алыңыздар. Сөйтіп асықпай сосы пайғамбарымыздың жүрген жолдарын жүріп, көріп қайтасыздар. Рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қазақ елі. Міне бүгін біз қасиетті Мекке қаласындағы Сәуір тауына келіп отырмыз. Сәуір тауы бұл Меккенің шығысында орналасқан, Меккеден 4 километр ара қашықтықта болған, 500 метр биіктікте болған қасиетті тау Сәуір тауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласында ислам дінін алғаш жайған кезде, ең алғаш 4-5 жыл ислам дінін жасырын жайған. Алла тағаладан «Ванзир аширатакал ақрабин», ей пайғамбарым, өз туысқандарыңды тозақ отынан құтқар. Ей пайғамбарым, ешкімнен қорықпастан Алла тағаланың дінін ашық түрде жай деген аят түскен уақыттан бастап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз туысқандарына және Меккедегі барша адамдарға ислам дінін ашық түрде жаюға бастаған. Бұл жағдай Мекке мүшриктеріне еш ұнамады. Себебі күн артқан сайын мұсылмандардың саны көбейе бастаған еді. Мекке мүшриктері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қолынан келген барлық қиыншылықтың барлығын көрсете бастады. Әсіресе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артынан ерген мұсылмандарға, оның ішінде құл болған мұсылмандарға қиыншылық, ең көп қиыншылық берді. Сүмәйя анамызға мүшриктер жандарын қинап, ла илаха иллалла Мұхаммаду Расулуллахтан бас тарт, біздің ата-бабамыз табынған пұттарға табын деген кезде Сүмәйя анамыз қандай жағдай болса да, мен Алланың бір екендігіне, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар екендігінен бас тартпаймын деген еді. Сол кезде мүшриктер сол сөзінен қайтпағандықтан Сүмәйя анамызға ашуланған мүшриктер бір аяғын түйенің бір жақ басына байлап, екінші аяғын түйенің екінші бір түйеге байлап, аяғын екі жаққа тартып, ең алғаш исламдағы бірінші шахид Сүмәйя анамыз болды, құрметті ағайын. Міне осындай жағдайлар болып жатты. Мүшриктер Біләл Хабаши хазіреттерін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артынан еріп, соған иман еткендіктен, міне осы Мекке қаласындағы осы таулар да ыстық тастардың үстіне алып келіп жатқызып, аяқ қолдарын байлап, онымен қоймай, егер сен Мұхаммедке иман етуден бас тартпасаң, мына сенің үстіңе осы таспен сені езіп өлтіреміз деп, үстіне екінші ыстық тасты қойып, сондай деңгейде қинаған еді. Біләл Хабаши хазіреттері қандай қиыншылық жағдай көрсе де, ла илаха иллалла Мұхаммаду Расулуллах деп иманынан бас тартқан жоқ. Міне Мекке мүшриктері пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға және қасындағы мұсылмандарға барлық қиыншылықтарын көрсете бастады. Меккеде мұсылмандардың өмір сүруі мүмкін болмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккедегі мұсылмандарды бірте-бірте Мәдина қаласындағы мұсылмандарға қаратай жібере бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде жүрген кезде мүшриктер Абу Талибке келіп, ей Абу Талиб, сен бауырыңа айт, ол бауырың не қалайды? Егер ол бауырың байлықты қаласа, біз Меккедегі баршаларымыз қосылып байлығымызды береміз. Меккедегі біздің арамыздағы ең бай адам болады. Егер ол билікті қаласа, ол осы Мекке қаласының әкімі қылып тағайын етейік. Егер оның мақсаты бір осы Меккедегі әдемі қызбен үйлену болса, біз ең көрікті әдемі қызбен некелестірейік. Сен оған айт, тек қана ол пайғамбар екендігінен бас тартып, біздің ата салтымыз болған, ата бабамыз табынған пұттарға табынудан адамдарды азғырмасын деген кезде Абу Талиб бауыры Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады,
ей Мұхаммед, Мекке мүшриктері осындай деп айтып жатыр, сен не дейсің дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей ағатайым, сендер маған бір қолыма айды, енді бір қолыма әкеп күнді ұстатсаңдар да, мен Алланың бір екендігін, менің пайғамбар екендігімді ешкімнен жасырмай қорықпастан, мен адамның барлығын ислам дініне шақырамын. Ей ағатайым, сені де исламға шақырамын, өзіне де өзгеге де пайдасы болмаған мына пұттарға табынудан бас тартыңдар. Қиямет күнінде мен саған шапағатшы болам, е ағатайым, сен маған иман етші деді. Абу Талиб осы жағдайды айтқаннан кейін Мекке мүшриктерінің Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың Алла тағаланың дініне шақыратындығынан бас тартпайтындығын түсінген Мекке мүшриктері өз ара Дарун Надуада жиналып, өз ара шешім қабылдады. Ол жерде Абу Жахил сынды бүкіл Құрайш басшылары болды. Әркім әртүрлі пікір таластар бола бастады. Бір мүшрик пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды аяқ қолын байлап, бір зынданға тастап қояйық, ол өлгенге шейін ол жерде жатып, сол жерде өлсін деді. Енді бір мүшрик, олай емес, бір түйеге байлап, отырғызып, аяқ қолын байлап, Меккенің сыртына бас ауған жаққа жіберейік, сол жаққа Меккеден шығып кетсін деді. Мекке мүшриктері Мәдина қаласындағы мұсылмандардың санының көбеюінен қорқты. Бір күні мына Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сол Мединаға баратын болса, мұсылмандардың саны артады. Сол жақта біздің Шамға бара жатқан, келе жатқан керуендерімізге бөгет жасайды. Сондықтан да біз осы жиналыста нақты бір шешім шығаруымыз керек деп өзара келіскен еді. Сол жиынға адам бейнесінде қатысып отырған шайтанул лаин, Нәдид жақтан келген шайтанул лаин былай деді: ей құрайшықтар, мен сендердің жиындарыңа қонақ болып отырмын, бірақ қарап отырмын, сендер өз ара пікір талас болып бір шешімге келе алмай жатсыңдар. Егер сендер қаласаңдар, мен сендерге бір ақыл кеңес берейін. Бұл Мұхаммедті Меккеден шығарып жіберуден, я болмаса бір зынданға салып қоюдан ешқандай да бір пайда жоқ. Тек қана сендердің бір жолдарың бар, оны өлтіру арқылы қана оның бұндай нәрсесінен құтыласыңдар. Бірақ оны өлтірген сәтте Хашим ұлдары келіп, оның құнын сұрайды. Ал егерде сендердің әр тайпаларыңнан, әр қауымдарыңнан бір кісіден шығып, қолдарына қылыш алып, Мұхаммедке бір сәтте барып шабуыл жасайтын болса, кімнің өлтіргенін біле алмай қалады. Бәни Хашим ұлдары да бүкіл Құрайш тайпаларына қарсы соғыс аша алмайды. Тек қана сол өлтірілгендіктен құнын алуға мәжбүр болады. Міне, егер қаласаңдар, осы ақылымды тыңдаңдар деді. Бұл кеңес Абу Жахил және де басқа да Мекке мүшриктеріне өте қатты ұнады. Дереу өзара ақылдасып, 40 тайпадан бір жігіт шығарылып, қолдарына қылыш беріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тұрып жатқан үйінің айналасын қоршап күзетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірейіл періште келіп: я Расулалла, Мекке мүшриктері сен жайында Дарун Надуада шешім қабылдап жатыр деп, Алла тағаланың осы аятын уахи етті. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Мекке кәпірлері сені бір жерге қамап қою, я болмаса Меккеден шығару, я болмаса өлтіру жайында шешім шығаруда. Олар шешім шығарып жатқан кезде Алла тағала оларға қарсы шешім шығарды. Валлаху хайрул макирин. Әлбетте Алла тағаланың шешімі олардың шешімінен хайырлы деп аят түсірді. Сол кезде Жәбірейіл періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп: я Расулалла, бүгін міне қонып жатқан осы үйіңде түнемейсің. Бүгін Мәкка қаласынан Мәдина қаласына қоныс аударасың деп, хижрет рұқсатын алып келіп жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жатқан төсегіне Али радиаллаху анхты жатқызып,
үстіне көрпесін жауып, ей Али, сен еш қорқпа, сен бүгін түнде осы жерде менің шығып кеткенімді білдірместен осы жерде жата бер. Мына Мекке мүшриктері үйге басып кірген кезде сен ешқандай да қорқпа, бұлар мені іздеп жатыр, саған ешқандай зиян тигізбейді. Мына аманаттарды алып, сен ертең мына иелеріне таратып бер дейді. Қараңыздар, құрметті ағайын, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкен бізге сабақ дәріс беріп жатыр. Қанша өзіне зиян беріп жатқан мүшриктер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға аманат алып кеп тапсырып беруші еді. Белгілі уақытта сол аманатты қайтарып алушы еді. Өздеріне қаншама зиян тигізіп жатса да, тіпті өзін өлтіру үшін айналасына қоршап қойған мүшриктерді көрген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам аманаттарына қиянат жасамастан әлгі аманаттарын Али радиаллаху анхуге беріп, ертесі күні мүшриктерге таратып беруін бұйырған еді. Міне осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айналасында қоршап жатқан мүшриктерге шығып есігінің алдында Ясин сүресінің «Ваджална мин бейни айдихим саддан ва мин халфихим саддан фағшайнахум фахум ла юбсирун» аятын оқып, жерден бұрыз топырақты алып, мүшриктердің үстіне шашқан кезде, әлгі топырақ барлық мүшриктердің үстіне тиіп, сол кезде Алланың қалауымен барлық айналасында тұрған мүшриктер бір сәтте ұйқыға кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінен шығып, досы Абу Бакр радиаллаху анху кеп, ей досым, Алла тағала хижретке рұқсат берді, сен менімен хижретке қоныс аударуға дайынсың ба деді. Қуанған Абу Бакр радиаллаху анху екеуі Меккеден Мединаның теріс жолы болған осы Сәуір тауына келіп, дәл осы таудың басына келіп, 3 күн 3 түн бойы осы жерде қонақ болды. Мекке мүшриктері ертесі таңда үйіне басып кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жоқ екендігін көрген мүшриктер олардың сол жерде адасып қалғандықтарын түсініп, Абу Жахил ашуланып, кімде-кім Мұхаммедті тірі я болмаса өлідей алып келетін болса, сол кісіге 100 тие беремін деп барша меккеліктерге жария етті. Бүкіл меккеліктер және Араб жазирасындағы барша адамзат осы сыйдан құр қалмау үшін барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолын тосып іздеуге жолға шықты. Бір мүшрик пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның басқан аяқтарының ізімен бүкіл меккелік басшыларын мүшриктерді ертіп келіп, дәл осы таудың басына шейін шықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және досы Абу Бакр радиаллаху анхудың жатқан үңгірінің түбіне дейін келіп, сол жерде, міне осы жерде деп айтқан кезде, Алла тағаланың құдіретімен үңгірдің аузына өрмекшілердің торын құрғызып, және бір көгершінді алып келіп, сол жерге жұмыртқалатып қойды. Үстіне шыққан Абу Жахил ашуланып, бағанағы бастап шыққан жолшыға ұрсып, сен қай жерге алып шықтың бізді сонша уақытымызды бөлгізіп? Мынау өрмекшінің ұясы, Мұхаммед дүниеге келместен бұрын құрылған ұя ғой. Мынау көгершін егер адам келетін болса, неге ұшып кетпей мына жерде тұр? Сен сонша бізді осы жерге шығардың ғой деп ашуланып, осы таудың басынан төмен қартай түсіп кеткен еді. Міне құрметті ағайын, Алла тағаланың көмегі келген кезде, міне осындай өрмекшінің торымен ақ адам баласын қорғайды екен, құрметті ағайын. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 түн осы жерде болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Абу Бакр радиаллаху анхудың баласы Абдулла кеш жақындары Меккеде болып жатқан жағдайларды келіп жеткізіп отырды. Мекке мүшриктері пайғамбарымызды іздестіріп жатыр, бірақ іздестіру азайды деген сәтке болған кезде 3-ші күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам досы Абу Бакр радиаллаху анху екеуі шығып, осы жерден Меккадан Мәдина қаласына қаратай жол алды. Міне бұл тау Сәуір тауы, бұл тау хижреттің ең алғаш басталған тауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккадан Мәдинаға қоныс аударған тауы. Бұл тау Нұр тауынан Сәуір тауына дейінгі екі орталық пайғамбарымыздың Меккеде өткізген уақыты. Ал осы Сәуір тауынан
Мәдина қаласына қоныс аударған уақыты пайғамбарымыздың мәдиналық өмірі деп тарихта айтылады, құрметті ағайын. Алла тағала зияреттерімізді қабыл етсін. Міне бұл жерлердегі келудегі мақсатымыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге дінді қалай алып келді, біздің дінімізді жаю үшін қандай қиыншылықтарды көрді, соны көрсету мақсатына түсіріп отырмыз. Алла тағала зияреттерімізді қабыл етсін. Алла разы болсын.